Құрметті әріптестер, бүгін сіздерді Edpuzzle платформасымен таныстырғым келіп отыр. Бұл платформаны біздер дейтін жаңа тақырып түсіндіру барысында бейнероликті қолданып стоп-кадр немесе стоп-лекция әдістерін қолдануымызға болады. Себебі бұнда бұл бейнероликке жаңағы сұрақтарды енгізуге болады. Ол үшін алдымен Edpuzzle сайтына тіркелеміз. Тіркелгеннен кейін осындай бет шығады. Бұл бетте жаңағы басқа адамдардың жұмыстарын көруге болады. Және де мен өзімнің контентіме кіретін болсақ, мен мұнда ішінде жасаған жұмыстарым бар. Қазір сіздерге жаңа, яғни бұл жұмыстардың ішінде бейнеролик, сол бейнероликқа оқушыларға сол қарап отырып, осының ішіне сұрақтар енгіздім. Түрлі сұрақтар, қазір біреуін жасап көрсетейік. Ол үшін алдымен біздер жаңағы тақырыпқа қатысты бейнероликті компьютерімізге жүктеп аламыз. Одан кейін оны платформаға жүктеу керек болады. Осылай етіп жүктейміз. Ол мұнаның ішінде, мысалы, жүктелген деп есептейік. Мысалы, мұна сабақты алатын болсақ, edit батырмасын басқаннан кейін осылай етіп бізге шығады. Мына қара нүктелер менің енгізген сұрақтарым. Мысалы, қосылады. Қосылғанда оқушылар бірінші тыңдап отырады, және стоп болғанда сұрақ пайда болады. Musical instruments around the world. Most people learn how to play the guitar, the drums, the piano, or maybe the violin. But how many can play the dombra or the tin whistle? These two musical instruments became popular in the past in very different parts of the world, but they managed to survive through time. Let's learn a little more about them. Мінекей, тоқтайды видео, и мына жерде сұрақ пайда болады. Сол сұраққа, мынау бізде ашық сұрақ. Сол сұраққа мінекей ашық сұрақ. Сол сұраққа оқушылар жауап бергеннен кейін continue деп, яғни жалғастыру деген батырманы басамыз. Бейнеролик ары қарай жалғасады. The dombra. The dombra is a beautiful string. Содан кейін, мысалы, сұрақтың түрлерін, яғни бейнероликке енгізілген кезде questions батырмасын басамыз. Бұл жерде, мысалы, жауап нұсқасы бар сұрақты таңдауға болады. Және бұл жерге сұрағын жазып, бірнеше вариант жауап енгізуге болады. Және жазып болғаннан кейін save батырмасын басып сақтаймыз. Немесе ашық сұрақ қоюға болады. Тоже сұрағымызды жазамыз. Save батырмасын басамыз. Сұрақтарды өзіңіз білесіз, яғни бейнероликтің қай жеріне қоюға керек екенін өзіңіз таңдап алуыңызға болады. Барлығын болғаннан кейін сақтап finish деп шығамыз. Содан кейін оқушылар бұндай кейде көре алады. Өте ыңғайлы платформамен таныстырғым келді.